Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге картофельный пюреден чүберекей пісіретін боламын. Оған керекті заттарым: қамырына касемізге жылы суымызды құйып, оған тұз салып араластырамыз. Тұзым ерігенше әбден араластырамыз. Осыны енді ұнымыздың үстіне құямыз. Жылы суымызды құйдық. Енді осыған 2 ас қасық сұйық май құямыз. Осыны енді мен қасықтың көмегімен осылай араластырамын. Ысы болғасын қасықтың көмегіне жүгініп отырмын. Каналыма лайк басып кетіңіздер. Енді осыны қолымызбен қамыр басамыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мынау картофеліміз. Жуып, тазалап, уақтап, турап, енді осыны ыдысымызға саламыз. Пісіріп аламыз 30 минут газге қойып. Міне газге қойдым. Мына піскен картофелім. Осыған енді тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Әркімнің өз қалауы, жуа салуға да болады. Осыны әбден араластырып, езіп аламыз. Мен шанышқының көмегімен осылай әбден езіп аламын. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Міне әбден езіп алдым. Осындай пюре шығады. Енді осыны бана басқан қамырымызды салапанға салып қойып едім. Енді осыны шығарып алып, жайлап осылай илеп аламыз. Осыны енді өзіміздің керегіміз бойынша кесіп аламыз. Мен осылай бәрін кесіп алдым. Осыны енді қолымызбен жайлап, дөңгелектеп, формасын шығарып аламыз. Міне осылай жасап аламыз барлығын. Осылай етіп қамырымызды жайып аламыз. Мен бәрін жайып, илеп, осылай істеп аламын. Өте қалың да, өте жұқа да болмау керек нанымыз. Менің каналыма тіркеліп, достарыңа жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыздар.
Осылай бәрін жайып аламын. Нанымның барлығы біткенше жайып аламын. Сіздер де осылай жайып алыңыздар. Сонда жасауға оңай болады. Енді осы жасалған нандарымызға езілген картоп пюресін саламын. Картоп пюресін осылай салып аламыз барлығын. Нанымыздың бәрі бітіріп, сіздер де осылай істеңіздер. Бұларды да осылай бәрін салып алам. Міне салып болдым түгел картоптың барлығын. Енді осының бетін беттестіріп жабамын. Осылай барлығын жауып алам. Бәрін түгел тағы жауып аламын. Шетін жайлап қолдың көмегімен басып аламыз. Шеттерін бәрін осылай қолымыздың көмегімен. Қалғанын енді шанышқының көмегімен жасаймыз. Міне осылай шанышқының көмегімен де жасаймыз. Арасы аузы ашылып кетпеске шанышқының көмегімен осылай бекітіп аламыз. Жасап жатқан шөберекейлерім. Осыны енді қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Отын өте көпке қоюға болмайды. Жай оттың көмегімен осылай пісіріп аламыз. Екінші бетін аударыстырамыз осылай. Екінші жағында осылай қуырып пісіріп аламыз. Міне мынау пісіріп жатқан шөберекейлерім. Міне дайын. Осыны енді осылай ортасын бөліп сіздерге көрсетейін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басып кетіңіздер. Баршаңызға соңына дейін қарағаныңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.